Қыздарики, мына сары өріктен біз қазір варенье жасайтын боламыз. Варенье емес, джем жасайтын боламыз. Бұны бірінші қазір біз тазалап аламыз, сосын бұны секерге бұқтырып қоямыз. Кеттік. Қыздар, дәл осы өріктің езілген түрлері де болады. Дым болмайды, варенье болғасын бәрі бола береді. Біз тем более бұдан варенье емес, біздер джем жасайын деп тұрық. Сол джем жасау үшін бұның да өзінің суы, өзінің сөлі өзіне жетеді. Сондықтан біздер тек қана осылай ішіндегі дәнін алып, қазір секір салып, бұқтырып қоятын боламыз. Бұл жерге қанша секер, қанша өрік салғандарымның барлығын мен осы видеоның астына жазып қалдыратын боламын. Тазалап болдым. Енді осыған бұл 3 кілядай шығады. Сол 3 кіляға 3 кіля секер салатын боламыз. Бұны да сөйтіп бір 5-6 сағатқа қалдырып қоямыз. Бұны нағыз түнде жасап, таңертең жасауларыңызға да болады. Енді біздер бұл өріктен джем жасайтын боламыз. Сондықтан бұның да крышкасын жауып, осылай қойып қоямыз. Міне су аздап қана шыққан екен. Осыны қазір отқа қойып, секерінің бәрінің еріп, бір қайнап шыққанын күтеміз. Чтобы джем жасау үшін. Ал кеттік. Міне астын қатты жақпайсыздар. Кішкене нормальный отта тұрып, мына қазір ерген күтеміз. Мен көрді уже еріп отқа қойған бойда. Осы полный еріп, бір қайнап шығу керек. Жұмыс барысын көрсететін болады. Міне қыздар, қараңыздар, мынау көпіріп жатыр. Бұл көпіре берсін. Бұл көпіріп жатқанда мына уже секерінің бәрі еріп, қараңыздаршы, қырғын соғы шығып кетті. Мысалы, су қоспай-ақ, бұл осылай фрукты деген зат, өзі осындай сочный зат қой, соғы шығып кетті. Мына көпірігін алмайсыздар. Жайлап қайнаса, өзі бір-екі рет қайнағасын басылады. Осылай, міне, өстіп қозғап, мынаны жайлап қайнатып сөйтесіздер. Қозғап тұрмасаңыздар, манағыдай асты күйіп кетеді бұның да. Несін секері бар, ішінде несі бар демекші. И осыны осылай қозғап, бір қайнатып аламыз. Бұл джемға ғой. Бұны негізі сәл көбірек қайнатамыз. Сол үшін бірінші осы бір 10 минуттай қайнатып аламыз. Қазір қайнағаннан кейін де біраз бұлғалап. Көпірегін осылай қозғай беретін болсаңыздар, өзі кетіп қалады, қайтып кетеді. Көпірегін алып керек емес. Қыздарики, мені қараңыздар. Көпіріп жатыр. Көпіріп жатқанда осылай тасып кетпес үшін астын кішкене басып, осылай былғай беріңіздер. Көпірігі өзі қайтып кетеді. Міне, осылай. Қолдарыңыз ондай қаттылау зат алғандарыңыз дұрыс бұлғағанға. Осылай бұлғай бересіздер. Мына қыздарики, қараңыздар. Уже көбігі не істеп, кәдімгідей басылып жатыр. Қайнап. Енді қазір оттан түсіріп, осының мұздағанын күтеміз. Ал, кеттік. Мына қыздар, мұздағаннан кейін осылай блендермен майдалап алдым. Енді менде анандай ұзын блендер жоқ, ондайым күйіп кеткен. Мен осындай блендермен майдалап жатырмын. Сіздерде егер анандай ұзын блендерлеріңіз болса, сонымен езіп алсаңыздар болады. Енді қалған мынаған салып, бұны да осылай майдалап аламын. Сөйтіп тағы бір қайнатып, жауып тастайтын боламыз. Енді осыны қазір қайнатып, банкілерге құйып тастайтын боламыз. Тәп-тәтті джем болды кәдімгідей. Дәмі деген енді бірге бір секер қосқасын. Дәмі тілі еріп тұр ғой. Мынаны қараңыздар, шына джем қандай болды кәдімгідей. Қою тәп-тәтті бір әдемі болды. Дәл осылай жасап көріңіздер, өкінбейсіздер.
ертең бұл қазір банкіге салынғасын, бұл вообще кішкене қоюланады. Ертең қыстың күні манағы любой ненің арасына салып булочка пісірсеңіз де, нанға май жағып жеп, соның бетіне салып жесеңіз де күшті болады. Мына джеміміз дайын болды. Бәрін осылай банкілерге құйып қойып, крышкаларын бұрап жауып тастайтын боламыз. Тәп-тәтті әп-әдемі болды. Ключті сағат қалай айналса солай қарай бұрайсыздар. Сонымен өзі автоматически жабылып қалады. Бір рет жабылды, мына уже екіншісі, міне көрдіңіздер ме? Мына уже жабылып тұр. Сыртындағы несін сүртіп, төңкеріп қоя бересіздер.